Құрметті көрермендер, бүгін біз сіздермен бірге домбыраның терең сырларына үңілетін боламыз. Қос жүректің құпиясы жобасының аясында бүгін біз сіздерді кеңінен танымал кеңес күйімен таныстыруға қуаныштымыз. Кеңес күйі қазақтың асыл қазынасы, жүректен шыққан сырлы әуен. Бұл күйде халқымыздың өмір сүру салты, тіршілік тынысы, армандары мен үміттері бейнеленген. Кеңес күйі әйгілі композитор домбырашы Қазан Абдыкеровтің орында қазақ еліне кеңінен танымал болды. Бұл күйде Қазақстанның жан ғасырлық тарихы, оның қиындықтары мен жеңістіктері сезіледі. Бұл күйде қазақ халқының жиналып бір шешім қабылдағаны көрсетіледі. Домбыраның қос шегінен шыққан әрбір үн бізге өткен заманның тынысын жеткізеді. Кеңес күйін тыңдағанда халқымыздың бойындағы бірлік пен татулық, өмірге деген сүйіспеншілік анық сезіледі. Бұл күйдің ерекше сипаты ол домбыраның қос шегі арқылы адамның мінезін, сипатын, көңіл күйін жеткізу. Және де бұл күйді қазақтың киелі домбырасының қос шең үндестігі, рухани үндестігін білдіреді. Құрметті көрермендер, енді сіздерге кеңес күйінің әсем әуенін тыңдатқымыз келіп отыр. Бұл күйді тыңдай отырып, қазақ халқының мәдениеті мен тарихына саяхат жасағандай боласыздар. Осы күй арқылы халқымыздың рухани байлығын жеткізе алсақ, біз үшін бұл үлкен мәртебе. Қос жүректің құпиясы жобасында біз әлі де көп күйлердің тарихымен танысатын боламыз. Күй тыңдап домбыра әнінен ләззат алыңыздар.